Құрметті тыңдаушылар, қош келдіңіздер менің эфиріме. Бүгінгі сабақ тақырыпта жазылып тұрғандай, 3D, 3D, 4D, 5D өлшемдегі адамдар сана деңгейі. Әлбетте сіздер естіген боларсыздар. Бұған дейін де естіген шығарсыздар. 3-ші өлшем, 4-ші өлшем, 5-ші өлшем деген сөздерді кім естіді? Естідіңіздер ме бұрын соңды? Естіген болсаңыздар, маған кері байланыс беріп отырыңыздар. Мен өйткені аудиториямның қаншалықты қай жерге дейін білетіні, білмейтіні маған маңызды. Өйткені мен сіздермен байланыс сабақ беріп отырғаннан кейін, кері байланыс беріп отырғаннан кейін, алып отырғаннан кейін, менің аудиториямның сана деңгейін мен де біліп отыруым керек. Жадыра ханым, әлем бойынша тарихат бар, мағрифат бар. Тарихатта, мағрифатта сіздерге рухани ұстаз міндетті түрде керек. Өз бетіңізбен ізденесіз шариғат деңгейінде. Одан кейін тарихатпен рухани ұстаз керек болады, мағрифатта рухани ұстаз керек болады, ақиқатты табуда рухани ұстаз керек болады. Айжан ханым, естімеппін дейді. Жақсы, тамаша. Тағы кім 3-ші өлшем, 4-ші өлшем, 5-ші өлшем естімеген адамдар бар ма? Кері байланыс беріп отырайық. Ешқандай қысылмаңыздар. Мен сіздерге 1-ші сыныпқа үйреткен секілді үйретемін. Қысылмаңыздар. Мен сіздерге бәрібір мен сіздерден бір саты төменмін. Әл-Халик Алланың 99 есімінде халық жоғары. Бәрібір халық жоғары. Сіздердегідей мүшенің барлығы менде де бар. Сіздердегі бар уақыт менде бар. Сіздердегі бар денсаулық менде де бар. Сіздердегі бар проблема, мен оны түсінемін, менің деңгейімде, менің мынау сана өлшемімде бар. Сол үшін біз бәріміз тең адамбыз. Біздің айырмашылығымыз тек қана мынау әйел жынысты, болмаса еркек жынысты, және ерте дүниеге келгеніміз, болмаса кеш дүниеге келгеніміздің айырмашылық қана. Жақсы. Естідім дейді, тамаша. Олай болса, бүгінгі тақырып қыздар өте қызықты болады, мұқият тыңдаңыздар. Өйткені енді бұл тақырыпқа келмес бұрын үйренгім келеді. Тамаша. Өзіңізге рұқсат беріп қабылдап отырсаңыздар, жай ғана қабылдап рұқсат беріп отырыңыздар, болды. Сіздер қаншалықты түсінген сайын соншалықты оянасыздар. Как раз 2026-ға оян қазақ, ояныңдар деп жатыр ғой. Менен сұрайды. Қалай оянамыз? Қалай оянамыз дейді. Енді ояну дегеніміз не? Ояну дегеніміз мен айтамын, басқа кісі айтады, сіз оқып қаласыз, түсініп қаласыз, ояну деген сол. Мынау былай ма? Мынау былай ма екен? Мынаның мағынасы былай екен ғой. Түсіндім. Ұқтым, естідім, ұқтым, көкірегіме тоқыдым. Болды. Деген подтверждение ала ма сіздің санаңыз? Болды. Сіз келесі деңгейге өсесіз. Яғни, сана деңгейінде өзі лестница бар, яғни баспалдақ бар. Баспалдақ ол өте ұзақ. Мүмкін миллион, мүмкін 1000. Сіз нешінші баспалдақтасыз? Білмейміз. Әркім өзін біледі. Мүмкін сіз бір 10.000-шы баспалдақта шығарсыз, мүмкін 7.000-шы баспалдақта шығарсыз. Бірақ адам сол баспалдақта тұра беруге болмайды сана деңгейінде. Яғни адам не істей беру керек? Секіре беру керек, ала беру керек, өсе беру керек. Енді тақтаға мұқият қарасаңыздар, мен сіздерге сызып көрсетейін. Мен мына алдымды көрсеңіздер ғой. Мына менің алдымды көрсеңіздер ғой. Өшіре салшы. Алиса, медленная музыка для медитации. Кеттік. Мынандай дүние бар.
Алиса, для медитации музыка. Кеттік. Мынандай дүние бар. Сана деңгейінде лестница бар. Бірақ сізге бір сынақ келді, сабақ келді. Сіз сол сабақтан өте алмай қалсаңыз, ол жерде қалай өте алмайды адам? Неге менің басымда былай болды? Неге менің басымда мынандай болды? Деп жылап, осы жерден елді кінәлап, ананың кесірі, мынаның кесірі, болмаса алданып қалдыңыз, иә? Бекер алдандым, нем бар еді деп ана жерде ойлай бересіз, қайғыра бересіз, мұңая бересіз, уайымдай бересіз. Онда сіз бір жерде тұрып қалдың деген сөз. Түсінікті ғой? Сіз келесі сатыға көтере алмадыңыз деген сөз. Сол үшін керемет жадыра. Адам мына жерден келесі лестницаға не істеуіміз керек біз? Сана деңгейінде өсуіміз керек. Қалай өсеміз? Жай ғана сұрақ қою арқылы. Не үшін менің басымда осындай жағдай болып жатыр? Егер сізді жолдасыңыздан сізді ұрса, болмаса арақ ішсе, мүмкін сіз тастап кетсе, болмаса кім ер азамат, әйелі оны түсінбесе, әйелімен түсіністік таба алмаса, өзінен сұрау керек. Не үшін менің басымнан осы жағдай болып жатыр? Неге? Сіз соның жауабын іздегенде кімге барасыз? Сіз жай ғана өзіңізге сұрақ қойсаңыз, Алла Тағала сізге жауабын береді. YouTube арқылы береді, жаңағы TikTok желісі арқылы береді, бір жерден жауабын білесіз, кітап арқылы береді, досыңыз айту арқылы береді, білмеймін, бір жерден әйтеуір біліп қаласыз. Яғни сізге жауабын береді. Сіз түсініп, болды, басымнан осы өткен сабақты мен қабылдаймын, мойындаймын, босатамын, жақсы дегенде сіз автоматом келесі сатыға өтесіз. Түсінікті ғой? Сөйтіп сіз сатыға өсесіз. Әркімнің өзінің сана деңгейінде Алла Тағаланың жазып берген сатысы бар. Мүмкін біреуге 1000, мүмкін біреуге миллион, білмеймін. Әркімнің өзінің бір белгілі бір деңгейде сатысы бар. Сол белгілі бір деңгейдегі сатысынан өткен сайын қаншалықты адам өседі, соншалықты ақиқатқа жетеді. Енді қараңыздар. Ақиқатқа жету дегеніміз не? Ақиқатқа жету дегеніміз не? Мынау көрініп тұр ғой сіздерге. Жер бетінде адамдар өмір сүріп жатыр. Бірақ осы адамдардың барлығы 3 сана деңгейіне бөлінеді. 3 сана деңгейіне бөлінеді. Әдетте бізде мына жер бетінде барлығы бір жерде, ағылшыны болсын, Қытай болсын, европейстер болсын, басқа ұлт жалпы бәрі болсын, қазақ болсын, бәріміз бір жерде өмір сүріп жатырмыз, иә? Бірақ сана деңгейіміз өлшенеді. Қалай өлшенеді? Сана деңгейіміз 3 өлшемге өлшенеді. Біреуі 3D өлшем деп аталады, екіншісі 4D деңгейдегі өлшем деп аталады, одан кейін 5D деңгейдегі өлшем деп аталады. Енді бірінші 3D өлшемдегі адамдар қандай? Және байқасаңыздар, бұл 3D өлшемдегі адамдар, байқасаңыздар, 70%, яғни әлем бойынша, жер беті бойынша 70%. Яғни бұлар көп па, аз ба? Өздеріңіз есептеңіздер. 4D деңгейдегі адамдар, оянып келе жатқан адамдардың сана деңгейдегі адамдар 20%. Небәрі 20%. Ал әулие деңгейдегі адамдар небәрі жер беті бойынша 10%. Сонда мына 3D деңгейдегі адамдар көп екен, иә қыздар? Енді жазып алыңыздар. Бұл 3D өлшемдегі адамдар қандай адамдар? Әлбетте сіздер оны көріп жүрсіздер. Мүмкін өздеріңіз де сол шығарсыздар. Көріңіздер. Әркім өзін ең бастысы мойындау. Қашпаңыздар. Ол жаман емес, жақсы да емес. Просто ол бар. Ол 3D деген өлшем бар. Ол жаман емес, жақсы да емес, жай ғана бар. Мүмкін ол туыстарыңыз, мүмкін көршіңіз, мүмкін үйдің ішіндегі бір адамдар, мүмкін бір коллективтегі адамдар бар, олар өздеріңіз байқайсыздар. Қазір мен оның тізімін айтамын. Енді ол сана деңгейдегі адамдар қалай? Олар тек қана пайдасын ойлайды. Өзінің пайдасын ойлайтын адамдар. Материалдық өлшемге байланып қалған адамдар.
тек қана материалдық өлшемге байланған. Рухани азық бізде мынадай адам деңгейде өткен жақта айттым, мынау дене бар, рух бар, жан бар. Бірақ өкінішке орай мына үшінші өлшемдегі адамдар тек қана денені ғана, тек қана дененің азығын біледі үшінші өлшемдегі адамдар. Ол рух не, жанның азығы не керек емес оған. Абай атаның 7-ші қара сөзінде былай жазады: бір адамдар дейді, енді бір балаларға айтады ғой, енді кішкентайдан өскенде баланы айтады: ішсем, жесем, жатсам, тұрсам, ұрпақ жалғастырсам, иә, сонымен сана өлшем сонымен өлшеніп қана қалады дейді. Ал екінші бір адамдар бар: білсем, көрсем, үйренсем, не үшін, неге екенін ұқсам деп келеді дейді. Бірақ алла тағала сондай әділетті дейді. Ол үшінші өлшемде, төртінші өлшемде бөліп бермейді дейді. Бөлмейді дейді алла тағала. Олардың бәріне бірдей жердегі барлық сананы берді дейді. Таңдау берді дейді. Бірақ соған сәйкес адамдар өздері таңдайды. Не үшінші өлшемде қалуды, болмаса төртінші өлшемге өсуді, болмаса бесінші өлшемге өсуді адамдар өздері таңдайды дейді. Әйтпесе алла тағала кімді алалапты, алалайтын әділдігі қайда ол дейді. Яғни үшінші өлшемдегі адамдар қандай дедік? Пайдасын ғана көретін адамдар, материалдық дүниеге ғана жабысқан адамдар дедік. Жақсы жаман деп айырады. Анау жақсы, мынау жаман деп айырып өмір сүреді. Ай, ол жақсы да емес, жаман да емес, ол жай ғана бар дүние деп емес. Мынау жаман, мынау жақсы. Бүйтсем дұрыс, бүйтсем бұрыс деп дұрыс бұрысқа, жақсы жаманға. Мысалы, бір әнші келеді, тым жақсы келе жатқан әнші шалыс басты да дұрыс емес бағытқа бұрылып кетті, болмаса әйелін мен ажырасып кетті, болды, сен істейсің, ой, ол жаман. Бұған дейін жақсы болып келіп еді ғой, оның әнін тыңдап едің, жақсы болып келіп еді. Енді келдің де ол әнші жаман болып шықты, ол бір оңбаған әнші болып шықты. Бұған дейінгі сен қанша еңбегін бәрін жоққа шығарып тастадың. Яғни сен не дедің? Жақсы жаман деп бөліп тастадың оны. Еңбегін бағалаған жоқсың. Осыған дейінгі сахнаның үстіндегі жүрген, сахнаның артындағы бағаламай, отбасылық жағдайындағы әйелдің тастап кеткеніне қарап, ол жаман екен ғой дей салдың. Бірақ сен екінші тараптан сұраған жоқсың. Мүмкін сол жігіттің өзін тыңдайын, және сол әйелдің өзін тыңдайыншы. Екеуінің сөзі қалай бір ортадан түйсе ма? Таяқтың екі ұшы бар ғой, таяқта бірақ қана ұш жоқ деп сен ойланған жоқсың. Бір тарапты тобырлық сана дейді. Абай атаның өзі де бүткіл жер бетіндегі халықтың өзін екіге бөліп тастайды. Тобырлық сана және халық. Халық деген адам дегені. Тобырлық санадағыны өкінішке орай жануарға теңейді. Абай атаның өзі жануарға теңейді. Жануардың өзі де ішіп жеу үшін емес па? Оған жылы қорасы, ол да ұрпақ жалғастырады. Бірақ ода ақыл жоқ. Ал адамдарда, кей адамдарда солай. Ақылы бола тұра ішіп жейді, жатады, ұрпақ жалғастырады. Әжетхана тамақ болды, дененің ғана азығымен өмір сүреді деп Абай атаның өзі сөйледі. 1890-95 жылдар Абай атаның замандарында сондай адамдар болған болса, әлі күнге қазақ өзгерген жоқ деген сөз. Әлі күнге дейін де 2025 біздің 21 ғасырда әлі күнге дейін сондай адамдар бар. Бізде ғылым қашан пайда болды? Енді қараңыздар, рухани адамның жаны бар, жан қабаты бар. Бірақ үшінші тіреді өлшемдегі адамдар өкінішке орай ол қабатқа үңіле бермейді. Және бұл адамдар эмоцияға тез беріледі. Тез ашуланады, тез ренжи салады, мойындамайды, өзінікі ғана дұрыс. Мен айттым, болды дейді. Менікі ғана дұрыс. Өзінікін дұрыс екенін дәлелдеп шығады. Мойындамайды. Ана еңкейгісі келмейді. Жарайды, бопты, қоя салшы. Жарайды, сенікі дұрыс деп жаңа кішірейгісі келмейді. Жоқ деп тұрып алады, қазық қаққандай. Айттым ба, болды, мен дегенім болады, дедім ғой, болды. Қайда барсаң, онда бол, мен айттым, бітті деп тұрып алады.
қызғаншақ, ашуланшақ, мазасыз, мазалана береді, сосын уайымдай береді, сосын қорқақ келеді, өмірмен күреседі, жақсы жаманға айырады. Өмірмен күрес деген сөз сырттағы адамдармен күреседі, дұрыс емес комментарий жазады, анау андай, мынау мынандай, анау обсуждать етеді, жаңағы сынайды, баға береді, үкім шығарады. Ертең сен тозақтық боласың, ертең сен бұл күнәһарсың, сен біреуге үкім шығара салады, өзінің құдайдың орнын алып алады. Спасатель, әкел мен істей салайын, әкел мен жасап беремін саған, құдай былай тұра тұрсын, мен тауып беремін саған, мен жасап беремін саған. Мысалы, бір бауыры келді, бауыры айтқан жоқ даже, просто бауыры бір жағдайға ұшырап қалды. Туған бауыр барды да, бауырым, сен мынандай басың сабақ жатыр, бір емес, 1, 2, 3 алдандың, 4 алдандың, 5 алдандың, мүмкін жұмыстан ауыса береді. А сен спасательсің, бұл көмектесе береді. Алла тағала өзі сол өзіне берді ол сабақты, ол бауырына, чтобы ол сабақтан өтіп, өзі басына тиіп, ол келесі сатыға өсу керек қой сана деңгейінде. Ол түсінбейді, жоқ, мен саған көмектесемін, мен дейді. Ол рұқсат сұраған жоқ, құдайға тапсырған жоқ. Я Аллам, дұға етемін, бауырым үшін дұға етемін саған. Егер менің өз аяғымен менің алдыма келсе, көмек сұрап, мен көмектесемін. Я, ол көмекке жатады. Егер менен көмектеспесе, әкел мен саған істей салайын, әкел мен саған бере салайын, әкел мен саған айта салайын, әкел мен саған жасап бере салайын деп жүгіре беру, ол Құдайдың алып алған болып саналады. Бұл адамдар күрескіш келеді, және өзімен күреседі, айналасындағы адамдармен күреседі. Бұл түсініксі келмейді, және кінәлайды. Тағдырға жазған ғой. Бұлардың сөздері осындай. Тағдырға жазған осы ғой, маңдайға жазған осы ғой. Ақыл бермеген бізге. Бұлар осындай жертва. Жылайды да жүреді, кінәлайды да жүреді. Бұлар үшін бәрі анау кінәлі, кімді кінәлі десе, жалпы болды, жетеді өлшемдегі адамдар. Бәрін өзім жасаймын дейді. Бұл әлем бойынша 70%. Өкініштісі, қызығы өкінішті емес. Қызығы, осылардың ішінде ақшасы көп адамдар да бар, қызығы, және имамдар да бар. Яғни уағыз айтатын кісілер де бар, кейбір, бәрі емес, кейбір. Кінәлайды, күреседі, басқа дінмен күреседі. Исламнан басқасы бәрі кәпір, олардың айтуы бойынша. Бәрі жаман, тек қана ислам жақсы. Алла тағала жер бетінде тек қана исламды ғана дін жаратқан жоқ қой. Жүрекше басып отырыңыздар, иә қыздар? Жүрекше басып отырыңыздар. Жер бетінде тек қана ислам ғана дін емес қой. Жер бетінде христианство да бар, жер бетінде индуизм, дуизм да бар, бахай да бар, буддизм да бар, джайнизм да бар, шинтоизм деген дін бар, конфуцианство деген дін де бар, политизм деген дін, иудаизм деген дін, сикхизм деген дін де бар ғой, бар. Бірақ исламдағы бағыныштылар кейбір, бәрі емес, басқалардың бәрі нашар, жаман, тек қана исламнан күшті дейді. Түсікті ғой? Яғни тіреді өлшемдегі адамдар бөліп тастайды. Қызғаншақ, ашуланшақ, мазасыз, асығып жүреді, шыдамсыз адамдар.
3D өлшемде. Екінші 4D өлшемде. 4D өлшемдегі адамдар 4D өлшемдегі адамдар оянған адамдар. Оянуға жақын адам. Материалдық дүниеден кішкене бас тартқан. Руханилыққа бет, материалдық дүниеден руханилыққа бет бұрған. Түсінікті ғой? Өзін бақылай алатын. Деп тұрған өкпе ғой, бұл реніш қой. Бұл себебі не, салдары не? Ізденейін, сұрайын, маманына барайын. Мен ренжіп тұрмын, не істесем болады деп. Подружкасынан, абысынан, коллегасындағы адамдар сұрай салмайды. Мен ренжіп тұрмын, басында осындай жағдай болып жатыр деп өз маманына барып сұрайды. Мыналар өз маманына мыналар өз маманына барады. Психологқа барады. Социологқа барады. Регрессолог па, психосоматолог өз маманына ақшасын төлеп ересек позициясында адамдар. Мыналар бала позициясында адамдар. Көп жылайды. Жастары 60-та 70-ке келсе де көп жылай береді. Жалып көп етеді. Өсек көп етеді. Балтарына бос сөз көп, мән жоқ болады. Ал мына жерде мән мағына. Өмірі мәнді түсінген. Қате сенімдерін түсінеді. Қате екенін түсінген адамдар мойындайды. Я, мен қателестім. Мойындаймын деп, яғни мойындай біледі. Қабылдай біледі өздерінің тағдырларын. Ішкі состояниелері, күйлері өзгеріске ұшыраған адамдар. Ішкі күйлері өзгеріске ұшыраған адамдар. Бұрын мынандай болып еді, бәріміз осыны өтіп жаттық қой. Бұрын мынандай болып еді, өсіп мынандай болды. Енді қараңыздар, қызығы, мыналар өсіп келе жатқан кезде, бір ұстаздан білім алып, күшті болып өсіп жатқан кезде, аяқтан шалады ғой мына жерде. Подружкасы ма, туысқандар, қудың ба сен қайға кетіп бара жатсың? Кетіп бара жатады ғой, бүйтіп өсіп бара жатады ғой. Сен қайда кетіп бара жатсың? Қудың ба? Десе, мынау әрі қарай жалғастырмаса, қайттан төменге түсіп кетеді. Сол үшін бұл кісіге тоқтатпау керек әрі қарай. Бұл кезде қандай өзгеріс болады адам бойында? Бұл кезде сізді бұрынғы ортаңыз азая бастайды. Бұрын мына жерде тобырлық санада подружкаларыңыз көп еді. Бір 10-15 подружкаңыз, достарыңыз бар еді. Бүйтіп шұбырып жүре беретін едіңіздер. Жаңағы бірдеңе жиын, жаңағы гәп-мәп деген секілді дүниелер көп. Кафе, сауна, тағы әйтеуір сылтау көп. Ананың пәленшенің баласы, пәленшенің енесінің туған күні, ананың әкесінің туған күні, әкесінің туған күні, әйтеуір жинала береді. Өзі жалғыздықтан қорқатын адамдар ғой, бейсаналы. Жалғыз болғысы келмейтін адамдар. Ал өсіп келе жатқанда адам жалғыз болғысы келеді. Жалғыздық жақсы көреді. Тойда отырғысы келмейді. Тойдың өзінде отырғысы келмейді. Мына адамдар той жақсы көреді. Ортаны көп жақсы, у-шу жақсы көреді мыналар. А мыналар у-шу жақсы көрмейді уже. Тез кетіп қалғысы келеді. Той анасын беріп, неғып отырмын, 4 сағат, 6 сағатымды құртып неғып отырмын мен деп өзіне сұрақ қоятын адамдар. Сол үшін айтып жатыр сіздерге, болашақта той болмайды деп. Неге той болмайды? Той болады. Туған туыстың арасында бір 150 адамға, 100 адамға той болады. Ішінара, өзара. Бірақ мынандай 500 адамдық енді той қысқарады. Тойлар болмайды. Неге? Адамның көбісі оянып кетеді. 2026 көп адам оянып кетеді. Мына адамдардың көбісі оянып кетеді. Қазір ең соңында не болатынын айтамын мыналарға. Оянбағандарға не болатынын айтамын қазір. Есіме түсіріңіздер, оянбаса не болатынын. Мына адамдар жалғыздық жақсы көреді. Жалғыз қалғанды, жалғыз отырғанды, жалғыз жүргенді, жалғыздық жақсы көреді. Притом жалғыз жүрсе де мықты. Ешкім сындыра алмайды. Ешкім, мына матрица, әлемдегі матрица, ешкім мына адамды сындыра алмайды. Бұл ілініп кетпейді. Мынау ілініп кетеді. Сенгіш. Мынау қымбаттайын деп жатыр десе, қымбаттайын деп жатыр ма? Ойбай, не істеймін, не қылам, ойбай, жетпейді ғой, мына үкімет кінәлі, анау кінәлі, мынау кінәлі деп. Мынау өзін жеп қояды. Мынаған қымбаттайды десе, мейлі қымбаттаса қымбат, көрерміз. Бұйырғаны болады. Жүре береді.
қатты уайымға салынбайды ғой. Материалдық дүниеге байланбаған адам. Мына адам, сенің машинаң бар ма? Мен сені араласамын. Сен күшті үйде тұрасың ба? Сен менің теңім екенсің. Сендей адаммен араласу керек дейді. Ал мына жердегі адам материалдық дүниеге қарамайды. Бұл адам білімге қарайды. Сен білімсізсің ба? Мен сендей білімді адамның жанында жүргім келеді. Сен білесің ба? Мен сендей білімді адамның сабақ алғым келеді. Сендей білімді адаммен мен бір ортада болғым келеді дейді. Ал мына материалдық дүниеге қарайтын адамдар. Қаншалықты материалдық дүниесі мықты, күшті, соған жабысатын адамдар. Ал мына жабыспайды. Уже қарапайым тұра береді, оларға қызық емес. Бар ма? Бар. Таза ма? Таза. Бүтін ба? Бүтін болды. Основном рухына мән береді. Денесінің азығын емес, основном рухының азығын береді. Келесі. Яғни бұл адамдар тағы қандай? Травмасынан тазаланған адамдар. Ақырындап тазаланады. Бұның өзі ішінара кетіп бара жатыр ғой, әулиелік деңгейге. Байқайсыздар ма? Бұл әулиелік деңгейге кетіп бара жатыр, қалай тазаланады? Бұл травмадан тазаланады. Бойында осындай баяғыда мен зорлап кетіп еді, соны босатқым келеді, соны арылғым келеді. Әкеме ренжіп едім, соны қалай кешірсем болады? Анаме ренжіп едім, қалай мен қабылдаймын? Жаңағы тағы деп ізденеді, өзі іштей іздене бастайды. Соның бірақ жауабын табатын адамдар. Травмасымен жұмыс жасайтын адамдар. Не үшін, неге менде осындай жағдай болып жатыр? Менің неге осындай туыстарым, неге мен енем осындай, неге мен күйеуім осындай деп ізденген адамдар ғой. Ізденген адамдар, және бұлар өзінің жауабын табады. Сөйтіп мына 4-ға санасы өседі. Бір уақыт өспейді. Қаншалықты быстрее, чем лучше ғой. Қаншалықты тез, көп сұрақ қойып, тез бір орында қалмай, тез кете берсе, соншалықты тез. Ал қаншалықты ырбиып, потом көрерміз десе, соншалықты төменге түсе береді. Кеттік. Келесі. Интуициясымен сөйлесетін адамдар. Мыналар нәпсісімен сөйлеседі, эгосын бірінші орынға қоятын адамдар. 3D өлшемдегі адамдар. Нәпсісінен жеңе алмайды. Жегім келіп тұр, не істейін енді, жеймін дейді. Ішкім келіп тұр, ішемін, не істеймін, бағындыра алмаймын дейді. Қант жеуге болмайды десем, енді жегім келіп барады, өліп барады, не істеймін, жеймін қантты дейді. Қойса болмайды, олай шекпесеш, анау мынау десе жоқ. Неге сіз жүрекше баспайсыздар? Деп не істейді? Мыналар өзгергісі келмейді. Яғни арылғысы келмейді. Ал керісінше мына кісілер тез нәпсінен арылып, интуициясын тыңдайтын адамдар. Мен қалай, мына рухынан сұрайды. Бұл менікі ма, менікі емес па? Мысалы, машина алайын деп жатыр, нәпсі айтады. Ал, давай, дәлелдейсің, мойындатасың, сені мақтайды, сен күшті көрінесің, крутой көрінесің, давай алсай, сенімен бәрі араласатын достар да табылады, сенімен ортада табылады, вот ана пәленшедегі туысқаныңа көрсетесің, ал машинаны, кредитке болса да ал дейді. Ал мына жердегі адамдар не істейді? 4D-дағы адамдар рухынан сұрайды, интуициясынан сұрайды. Бұл машина маған дәл қазір керек па, керек емес па? Маңызды ма, маңызды емес па? Онсыз да өмір сүре аламын ба, сүре алмаймын ба? Интуициясымен сөйлесетін адамдар. Жүрегін жақын адамдар. Жүрегін тұншықтырмаған адамдар. А керісінше мыналар тұншықтырып тастаған адамдар. Яғни бұны Абай ата жануар. Сыртынан қарасаң адам, санасы жануар деңгейде деп. Өзі Абай атам, мен емес, кешіріңіздер, мен емес, Абай атамның өзі сөгіп тастаған өз заманында. Мыналар санасын тазалай бастайды. Жаман ойдан арыла бастайды, үйін тазалай бастайды, отырған жерін, айналасын бәрін тазалай бастайды. Тазалықты жақсы көреді мыналар. Таза ауаны жақсы көреді. Сондай адамдар. Бұны 4D деңгейдегі ояну деп аталады. 4D деңгейдегі ояну деп аталады. Яғни сіздер бүйтіп өсіп келе жатсыздар, міне, ақырын аз қалды, мүмкін кейбіріңіз мына жерде жүрсіздер, енді былай қарай кетіп бара жатсыздар, жоғары қарай. Енді жоғары қарай кетіп бара жатсыздар, Алла бұйыртса, сіздер жоғары қарай кетіп бара жатсыздар. Не мында сыймады, не мында сыймады ғой. Түсіпті ғой. Түсіпті болса, маған жүрекше басыңызды, әйтпесе мен тоқтап қалатын әдетім бар. Жүрекше баспаса, мен ары қарай айтқым келмей қалады.
Жақсы жадыра наушникпен жүрмін дейді. Берекелі болсын. Молодцы, өздеріңізді біле атып болды. Мына жер жаман деген сөз емес, біз бәріміз де осы жерден болдық, айналайындар көкелерім. Мен де осы жерде болғанмын. Ничего страшного, бәріміз. Бүйтіп топ етіп, бүйтіп тула салған жоқпыз біз. Бүйтіп топ етіп тула салған жоқпыз. Бізге Алла тағала жанды сол үшін берді. Бізге жанды рухты сол үшін берді. Әй, адамзат деді, саған ақыл бердім, сана бердім, мына деңгейлерден өтші деді. Маған ақиқатқа жетші деді. Біз бәріміз осыдан өтіп келе жатырмыз. Біз бәріміз осындай болғанбыз. Просто біз, әй, не үшін келдік, неге келдік, артымызда не қалдырамыз, кімге пайдам, кімге зияндымын деп сұрақ қоя білдік те, ақырындап істі өсіп жатырмын. Өсіп болғаннан кейін сіздерге мен артынан түсіндіріп жатырмын. Қыздар, осындай дүние бар екен. Мынау сіздер естіп жүрген 3D, 4D, 5D деген білесіздер ма? Жалпы хабарларыңыз бар ма? Елдің бәрі ойбай 2026 келе жатыр. Давайте 5D-ға өтіңдер дейді. Қалай өтеміз? Қайтып өтеміз? Не арқылы өтеміз? Түсінбейді. Оян дейді. Қалай оянамыз? Bir күнде оянып кетеміз бе? Не болып жатыр бұл өзі? Мен артта қалып қойдым ба дейді кейбір адамдар. Мен артта қалып қойдым ба? Елдің артында қалып қойдым ба? Не болды? Пойыздың бәрі өтіп кетті ме? Вагоннан кетіп қалдым ба мен дейді. Дұрыс айтады. Паника жасамау керек адамдарға. Ана түсіндіретін ұстаздардың өзі паника жасамау керек. Дұрыстап түсіндіру керек. 3D деген өлшем қандай санадағы өлшем? 4D өлшем қандай санадағы өлшем? Мені кейбір психологтардың өзі тыңдайды. Кейбір ұстаздардың өзі тыңдайды. Сол ұстаздарға да айтамын. Құрметті ұстаздар, психологтар, паника жасамаңыздар, самое главное. Онсыз да паниковать етіп жүрген халық. Онсыз да қорқып, үрейленіп, не істерін жанын қоярға жер таппай жүрген халықты одан сайын үрейлендіріп, ойбай пәйт санаға өтіңдер, ойбай өт деп олай паникаға салуға болмайды. Ақырындап түсіндіру керек. Жылы сөйлесең жылан інінен шығады дейді. Жылы сөйлеп, санасы ана нәпсісін бері қарай шығаруымыз керек. Санада тығылып жатқан нәпсіні бері қарай ұясынан ақырындап шығару керек. Бірден шығара салуға болмайды оны. Үркітіп. Кеттік. Запись жазылып жатқаннан кейін қыздар. Келесі санаға кеттік. Сонымен 4-ші санадан өттік, Алла берді, бісміллә. Шүкір Алла деп өттіңіздер, енді 5-ші санаға келдіңіздер. Әлбетте жер беті бойынша, жер әлем бойынша бұл сана деңгейіндегі адамдар 10%, өкінішке орай. Және бұл тек қана Қазақстаннан емес, бұл жерде Европадан да бар, Жапон халықтан да бар, Өзбекстаннан бар, Қырғызстаннан да бар. Әрқайсысында бір 100 адамнан ба, сондай бар ғой әйтеуір. Мүмкін 200, мен білмеймін ғой, үкім шығара алмаймын, Алла тағала білуші. Бірақ та әйтеуір 10% әлем бойынша 8 миллиард адамның ішіндегі 10% безді деңгейдегі адамдар. Енді ол адамдар қандай енді? Елдің бәрі әулие дейді. Әулие деңгейіндегі адамдар қандай? Кезіндегі әулие деңгейіндегі адамдар қандай болған? Кезіндегі әулие деңгейіндегі адамдар біздің Қожа Ахмет Яссауи аталарымыз, Маңғыстаудағы 162 атамыз, дүниеден өткен аталарымыз, пайғамбарымыз алейхиссалам, оның сахабалары, бізге дейінгі 124 мың пайғамбардың барлығы осы әулие деңгейіндегі адамдар болған. Түсінікті ғой? Сонымен кеттік. Бұл адамдар қандай? Және сіздер боласыз. Қазіргі тірі адамдар бар ма десеңіз, бар, көп болғанда енді мен бір-екеуін білем қазақстандықтан, бірақ менің өлшемім бойынша. Мүмкін сіздер өйтіп олай танымайтын шығарсыздар ол кісілерді. менің өлшемім өзім былай есептеймін сол кісілерді әулие деңгейдегі кісі деп. Ол көп те емес. Бірақ әлем бойынша бәріңізге мәлім, Садгуруды білесіздер ғой? Садгуру. Сол Садгуру қазір әулие деңгейіндегі кісі. Және мен мына орыс халқынан білем әулие деңгейіндегі адамдарды. Орыс халқынан білем әулие деңгейіндегі адамдар көп білем. Ол ұлтына қарамайды, әулие деңгейіндегі адамдар, қыздар айтып қояйын, ол ұлтына қарамайды. Ол сана деңгейіне, сананың өлшеміне қарайды. Сана өлшеміне қарайды. Енді пәйді өлшемдегі адамдар қандай? Кеттік. Олар не істейді? Әлеммен бір екенін түсінеді. Мына әлеммен, жалпы дүние жүзімен мен бөлек емеспін, іш емеспін, сырт емеспін, мен біргемін. Я целостность деп түсінеді. Орысша айтқанда, я целостность. Мен өткенде кітаптан оқып бердім ғой сіздерге. Алла тағала айтады, мен әлемнің ішіндемін, сыртыдамын, мен жалғыз өзіммін. Яғни бұл адамдар сол түсінген адамдар. Мен әлемнің іші емеспін, сырты емеспін, бөлек те емеспін, бірге емеспін, мен тұтаспын. Яғни мынау маған, менің осы өмір сүріп жатқаныма, Меркурий, Сатурн, Юпитер, Марс, олардың бәрінің қатысы бар. Түсінікті ғой? Мен какой-то бір мына жерде бір жүрмін ба мысалы,
бактерия болып микроб секілді, бірақ сол менің сол существовать етуіме, яғни өмір сүруіме, менің бар екеніме, менің мына бүткіл космостар бар ғой, галактика, соның әсері бар. Яғни тура солай сізге де. Соны түсінген адамдар мыналар. Келесі, бәрін махаббат арқылы қабылдайды. Мысалы, ол алқаш па? Иә, сөкпеймін, алқаш. Оның таңдауы солай. Мен оған махаббатпен қараймын, адам деп қараймын. Ол түрмешік па? Иә, ол түрмешік. Ол сол сана деңгейіндегі адам. Ол таңдауы сол болды. Жай ғана адам ретінде, рух ретінде мен оны сыйлаймын. Кішкентай бала, 5 жастағы бала, ол бұзық, масын ұрады, тепкілейді, шашады, қиратады, гиперактивный бала. Мысалы, тәрбиешілер қарайды мені, садиктегі. Иә, мен оны қабылдаймын. Неге? Сен ойлағандай ол 5 жастағы бала, сен ойлағандай ол 3 жастағы бала. На самом деле ол рух деңгейінде 50 рет келген, 60 рет келген, мүмкін 500-ден жоғары келген рух реинкарнация бойынша. Ол 560 бәленбайынша жылы 560 бәленбайынша рет келген адам жер бетіне. Түсінікті ғой? Яғни сіздің ойыңызша ол 5 жастағы бала, бірақ ол жер бетіне бәленбай рет келген адам. Енді қараңыздар, сіздер ойлайсыздар, мына қайдан біледі сөзді? Көпкіттай тақылды, мынау ойбай-ай, қалай таң қаласың мынаның айтқан сөз, біреу үйретіп қойған секілді. Қайдан біліп отыр мына сөзді деп өздеріңіз немерелеріңізге, балаларыңызға қызығасыздар, иә? Ол сіздің ойыңызша ол кішкентай тақылдап қалған 5 жастағы, 3 жастағы бала. Мүмкін 6 жаста, мүмкін 10 жаста. Бірақ ол сіздің ойыңызша солай. Бірақ рух деңгейінде ол пәленбай рет келген әулие деңгейіндегі рух. Жер бетіне талай рет түсіп тастаған ол. Сол үшін ол тақылдап сөйлеп тұр қазір. Ал сәйкесінше мынандай адамдар абы сондай керемет бір әдемі қарайды, көрінеді, бірақ қылығы әлі бала секілді. Сосын айтасыңдар, бала секілді жылауық, үлкен кісі болса да бала секілді жылауық келеді екен, үлкен кісілер деп сөйтіп ақтайсыңдар өздеріңше. Бала секілді өкпелегіш келеді екен. Ол бала әлі жасы 80-дегі бала позициясынан өспей қалған адамды солай айтады. Негізі әр жас өзінің жасына сәйкес сана деңгейінде өсіп тұру керек. 80-де ма? 80-дегі даналық, көсемділік, көрегенділік, алғырлық сол болу керек. Ол анау жаңағы баласына өкпелеп қалып, келініне өкпелеп, сен маған бермедің, жемедің, ішпедің деп, сен ана әже, жарайды, сен кішкентай бала сияқтысың ғой, өскен сайын кішкентай бала сияқты болады дейсің, деп ақтамай ақ қойшы. Жасы сондай. Енді извините, солай, ғылым солай. Енді 5-ші деңгейдегі адамдар ары қарай не істейді? Сеніммен әрекет етеді. Сеніммен. Құдайдың толықтай сенеді. Күмәнданбайды. Мыналар күмәнданады. 3D-дағылар күмәнданады. Ал мына 5D-дағы адамдар күмәнданбайды. Сенімді, уверен болады, жасаймын. Болсын болмасын алға болды, жасаймын. Ол істейді соны. Және бұлардың интуициясы өте жоғары. Мыналар интуициямен сөйлеседі ғой, жаңа 4-4-де, айттық. Мыналар интуициясы өте жоғары. Не айтады, сол болады. Не ойлайды, сол болады. Уже қазір ойлаған қазір болады. Қазір мынау болса екен дейді, сол болады. 5D деңгейдегі адамдар сол. Келесі. Бұлар энергияны қатты сезеді. Алдындағы отырған адамды энергетикалық оболочкасын көреді. Энергетикалық оболочка деген әр адамның өзінің аурасы бар айналасында. Көрініп тұрады. Бірақ мына 5D деңгейдегі адамдар соны бірден байқап қалады. Мына әулие деңгейіндегі адамдар осылай көгеріп тұрады. Мына 4D-дің, мына 3D-ның аурасы. Мына 4D-ның аурасы. Мына 5D-ның аурасы. 5D-ның аурасы. Яғни көгеріп тұрады, көккүнбек. Көккүнбек болғанда фиолетовый цвет қой, күлгін түсті. Қазақша айтқанда. Күлгін түсті. Түсінікті ғой? Түсінікті ма? Түсінікті болса түсінікті деп жазыңыздар. Келесі, бұлар өте сезгіш келеді. Ол
3D-нің адамы ма, 4D-нің адамы ма, бірден сезетін олар. Энергетикалық тұрғыда бірден сезіп қояды. Оларда реніш, агрессия деген жоқ, вообще негативті дүние жоқ бұларда. Болады, тез өтіп кетеді. Иә, ренжиді, вырабатывает, босатады, болды. Ренжідім, босаттым, мойындадым, қабылдадым дейді, болды. Өкпеледім, ренжідім, босаттым, мойындадым дейді, жібере салады, болды. Уақыт апталап, жылдап, бүйтіп ренішті ұстап жүрмейді. Иә, ренжідім, мойындаймын. Иә, менде реніш болып жатыр, жіберемін дейді. Иә, мен өкпеледім, менде реніш болып жатыр, мен өкпелеп қалдым почему-то. Менде өкпе деген сезім оянып кетті. Окей, түсіндім, жібере салады, болды. Иә, пайғамбар саллаллаху алейхи бесігі болған. Кеттік. Келесі. Яғни ұзақ бөгелмейді негатив. Любой негативте ұзақ бөгелмейді, ұзақ тұрмайды бұлар. Түсінікті ғой? Келесі. Басқа адамдар тез түсінеді. Эмпатиясы өте жоғары адам. Қатты түсінеді. Қайғырып, жана келіп тұрған адамды түсінеді бірден. Андай. Мен сені түсіне алмаймын демейді. Мен сені түсінемін дейді. Яғни жағдайына кіре біледі, түсінеді. Санасы ашық адам. Открытый, санасы ашық адам. Яғни бұл 5D-дағы адам дене, рух, жан круглосуточно недегі адам ғой? Айналымда. Мынау 3D тек қана денесімен ғана, азығымен ғана ойлайды ғой. Ал 4D-дағы адам рухына сәл болса да келеді. 4D-дағы адам. Ал 5D-дағы адам денесінің азығын береді, рухының азығын береді, жанның азығын береді. Денесінің азығын береді, рухының азығын береді, жанның азығын береді. Круглый 24-те жетіп, не істеп не болған, осознанно өмір сүреді. Мен қазір істеп отқаным, мынаны жеп отырмын, мынаны ішіп отырмын, мынау менің рухымның азығы, мынау менің жанымның азығы, мен қазір нәпсіме берілмеймін деп кәдімгі өзін сырттай бақылайды да. Міне мысалы, міне тұрады, мынау өзі тұрады, бірақ өзі сыртынан қарап тұрады да. Сыртынан қарайды да, бүйтеді. Мен не ойлап тұрмын? Бүйтеді да. Өзін сырттай бақылайды. Мен не ойлап тұрмын? Не сезіп тұрмын? Нені қалап тұрмын? Қандай эмоцияда отырмын? Сырттан қарағанда мен қандаймын дейді. Сырттан қарағанда мен қандаймын деп үнемі өзін сыртта бақылауда ұстап отырады. Тойда отырғанда мысалы сырттан қарағанда мен қандаймын? Кітап оқып отқанда мен сырттан қарағанда қазір қандаймын? Бір жерде кезекте отырса мен қазір сырттан қарағанда не ойлап отырмын? Өзін сырттай бірден бақылай бастайды. Сырттай қарай бастайды. 5D деңгейіндегі адамдар сондай. Оянып кеткен адам. Енді сол 2026-да айтып отыр ғой, 2026-да Алла бұйыртса, осы мынадан адамдар көбісі мынадан ақырындап, көбісі ұшады былай. Ұшады. Оған жол көрсететін рухани ұстаздар, психологтар, регрессологтар, мотиваторлар, коучтар, жаңағы діндегі ұстаздар, мысалы Мәрзия Бегайдар, Балқия Балтабай, Гүлвера ұстаз деген секілді ұстаздар бар ғой, әркім өзінің ұстазы бар. Сондай ұстаздар бар кісілер, өздері мына кісілерге көмектеседі деп барлығы жоғары қарай ұшырайды. Яғни бұл ұстаздар сол кісілерге көмектесушілер, жер бетіндегі проводниктер. Мына жер бетіндегі физикалық денедегі қиналып қажып жатқан жандарды жоғары көтеруге көмектесетін проводниктер, періштелер. Періште деңгейіндегі проводниктер ғой енді жаңағы ұстаздар. Соны жаңағы мына деңгейге дейін көтеру керек. Енді кейбір адамдар айтып отырмын ғой, мына жерден келе жатады да ойланып қалады ғой. Қайтта кері қарай кетеді, өйткені бұлар бүйтеді ғой. Туысқан айтады, қиялдамаш, қумаш, не істеп кеттің, лағып кеттің ба десе, жарайды, мен сөйттім ба, қуып кеттім ба деп қайттан назад кетеді ғой. Назад кетпеу керек, ары қарай кете беру керек та, ары қарай өсе беру керек. Енді
3D өлшемдегі адамдар основном қандай адамдар? 3D өлшемдегі адамдар основном олардың мегагерці өте төмен, яғни энергия мегагерці. Энергияның мынандай өзінің өлшемі бар, мынаның өзінің өлшемі бар, сол өлшемі өте төмен. Бұлар қандай? Раздражительный адамдар, жалғыз көп айтады, яғни жамандайды, боқтық сөз көп айтады, сосын жаңағы жертва жылай береді, кінәлай береді, ашу бойында бар, тәкаппарлық бар бұларда, жаман тәкаппарлық бар, белгісі келмейді, мойындағысы келмейді, бойсұнғысы келмейтін адамдар, өтірік өмір сүретін адамдар, өтірік көп рөлдерге мініп алады да, өзінің рөлін ұмытып кеткен адамдар, өкпелегіш адамдар, ең төменгісі страх чувство, қорқақ адамдар, даже неден де қорқады, жаңағы өліп қалудан қорқады. Мыналар өлуден қорқпайды. Мыналар біледі өйткені мәңгілік екенін, денені тастап жаны мәңгілік екенін білетін адамдар. Ал мыналар қорқақ. Өліп қалсам ше, вдруг өліп қалсам ше, сол бір шошып оянады, панический атака осыларда келеді. Мыналарда ол чувство жоқ.